Ардақты ағайын, құрметті қарасайлықтар. Мына тұткелдан келген ауыр індет бүткіл дүние жүзіне үлкен қауіп-қатер төндіріп отқан біз көзіміз көріп отыр, басымыздан да өтіп отыр. Сондықтан да шығар мынау ең дамыған мемлекеттің басшылары бірігіп ынтымақтаса отырып, осы дертке қарсы жаңағы шаралар қолдануда. Біздің мемлекетіміз осы мемлекеттер сияқты ең алғашқы рет осы вируске қарсы үлкен дайындықтар жасалды. Кезінде даңқты қолбасшы Бауыржан Момышұлы былай деген екен: тәрбиесіз ел болмайды, тәрбиеге бастырған ел құл болмайды деген екен. Айналайын ағайын, тәртіпті сақтайық. Бұл біріншіден. Екіншіден, мен осы ауданның саналы азаматы ретінде мына ауданымыздың зиялы қауымына, ардагерлерге, әжелерге, жастарға, бүткіл қауым жұртқа айтатыным: әрбір адам, әрбір отбасы мына коронавирусқа күресуде өзінен бастау керек. Айналайын ағайын, екінші бір талап. Мынау қазақ той десе жүгіреді ғой, қу бас домалайды. Тойды тоқтату керек. Мынау неше түрлі дау-дамалар коронавирус туралы, нетеше алып қашпа сөздер болып жатыр, оған ілесудің қажеті жоқ. Бұл ауру кетеді, әлде той болады, әлде жақсылық болады. Біз сенуіміз керек. Біз біргеміз, айналайындар.